Форсаждың соңғы бөлімін қарап отырып, мен Пол Уокер 10 жыл бұрын қайтыс болғанын есіме түсті. Қайтыс болғаны, және де биыл 50-ге толады екен ол көзі тірісінде. Және сол бүгін Пол Уокердің қысқа, бірақ үлгілі өмірі туралы айтып берейін дегем. Бұл Миратрикс. Жайғасыңыздар, бастайық. Пол Уильям Уокер 4-ші 1973 жылдың қыркүйегінде дүниеге келді. Калифорниялық жағажайларда өскен бала. Үйдегі ең үлкен бала, одан кейін туылған 2 ұл, 2 қыз бар. Әкесі бизнесмен болса, шешесі кезінде фотомодель болған. Сол шешесі тұңғышының әдемі екенін байқап, баласына 2 жастан бастап актерлік, модельдік мансап құра бастайды. Пол 2 жасынан 1975 жылдан бастап киноларға түседі. Оның тұңғыш түскен жарнамасы Pampers еді. Келесі 10 жыл ол түсірілім алаңында жүреді, яғни кім болғым келеді деген сұрақ оның ойына кіріп те үлгермеді, ол уже тәжірибелі актер болды. Негізі бір затты ескерген жөн, біз үшін Пол Уокер өте әдемі актер біріншіден, ал ол өзін әдемі санамайтын. Оған қоса ол мен актер боламын деп ойлаған жоқ, ол мұхит зерттеушісі болғысы келді негізінде. Оның әкесі 3-ші Пол Уокер кезінде бокспен айналысқан, ал атасы 2-ші Пол Уокер Перл-Харбордан өткен өте қатал кісі болған. Айтпақшы 60-шы жылдары ол көлік жарыстарына қатысатын. Кішкентай Полды көліктерге ғашық қылған да сол кісі. 98-ші жылы Пол күтпеген жерден әке атанады, оның Мидоу деген қызы туылады. Және де актерлікті тастаймын деп жүрген адам актерлік шеберлікті тастай алмай кетеді, өйткені енді отағасы атанып, бала асырау керек. Содан Пол актерлікке толығымен бет бұрады да 90-шы жылдардың соңында Бас сүйектері атты фильмге түседі. Онда Роб Коэн деген режиссермен танысады. Екеуі бір-біріне тез бауыр басып қалады да, режиссер Полға келесі жобада басты рөл беремін деген сөз береді. Ол келесі жобасы Форсаж деп аталады. Кішкентайынан атасымен көліктерге қызыққан Пол Уокер қуана ол фильмге қатысуға келісімін береді, өйткені жылы жердегі түсірілімдер, көліктер, қыздар оған ақша төлейді шо. Күтпеген жерден Форсаж хитке айналады да, тіпті MTV арнасы Пол Уокерді жылдың үздік жаңа есімі деген атауға үміткер ретінде тартады. Бірақ одан Леголасты ойнаған Орландо Блум озып кетеді, дегенмен Пол Уокер өзінің жұлдызға айналғанын түсіне бастайды. Ол кезде Форсаждың басты жұлдызы Пол еді. Оны 2-ші бөлімде 1-ші бөлімнен кім қалып, кім кеткенін көріп-ақ түсінуге болады. Айтпақшы, Форсаждан кейін Пол жұлдыздар соғысында Энакин Скайуокердің рөлін қалады, бірақ тым кәрісің деп оны алмай қойды фильмге. Болмаған соң фантастикалық төрттікке Джессика Альбамен ойнамақ еді, онда да кастингтен түсірінді. Дегенмен 2005 жылы Жұмаққа қош келдің фильмінде Альба екеуінің жолдары түйіседі. Сыбыстарға сенетін болса, қараларында бір нәрсе болған сияқты даже. Дегенмен болса да ұзаққа созылған жоқ. 2006 жыл Форсаждың 3-ші бөлімі Полсыз, Вин Дизельсіз түсіріліп атты, және де тесттік көрсетілімдерде көрерменге ұнамай қалғаннан соң олар Полды камео ретінде соңғы сахнаға шақырады. Дегенмен Пол ол кезде атасын жерлеп атты, атасы қайтыс болды оның. Ол мен түсірілімге қатыспаймын, мені шақырмаңдар деді де, оның орнына Вин Дизельді шақырды, естеріңізде болса мына сахна. Ақырында Вин франшизаны басып алады. 4-ші бөлімнен бастап білгенін істейді франшизада. Соңғы кездері не істеген жоғарғы бұрыштағы сілтемеден біле аласыздар. Айтпақшы, 4-ші Форсажға оралған Пол Уокер өзімен бірге Тайрис Гибсонды алып келеді. 2-ші Форсаждағы өйткені Пол Уокердің басты бір қасиеттерінің бірі ол бауырмашылдық. Бауыр басып қалады. Өте тез бауыр басып қалады адамға. Сөйтіп Пол басқа да фильмдерге түседі, дегенмен басты жұмысы Форсаж болады. Осылай 10-шы жылдар келеді. 2010 жылы Пол ақ акулаларды зерттейтін бағдарламаның жүргізушісі болады. Бірнеше ай бойы акулаларды аулап зерттейді. Осылай балалық арманы орындалады. Оған қоса актер екенін іштей қабылдайды да, беделі басқаларға көмектесе алатынын түсінеді. Осылайша Роджер Родос атты досымен арнайы қор ашады да өзі жер шарын аралап жұртқа көмектесе бастайды.
бірақ одан жаңалық шығармайды ол. Тіпті ол қор Пол Уокердікі екенін де көпшілік біле бермейді, өйткені мінез сондай да Полдың, одан жаңалық шығарғысы келмейді оның. Жай ғана көмектеседі, болды. Содан кейін 13 жыл бойы Гавайида мамасымен бірге тұрып атқан Мидо атты қызы папаға көшем дейді. Сөйтіп әкесіне көшетті, Пол Уокер қайтадан актерлігін тоқтатамын деген бір ойлар мазалай бастайды оны. Өйткені ақшам мен жарата алатын ақшадан көп дейді, бірақ уақытым жоқ деген ойлар оны мазалай бастайды. Содан 40 жасқа дейін жұмыс істеп, сосын бәрін қойып, қызыммен жай барақат өмір сүремін деп ойлайды да, бірақ ажал сұрап келмейді дегендей. 13-ші жылдың 30-шы қарашасында ол бүкіл іні қарындастарына звондайды да, бүгін маманың үйіне жиналып, шыршаны әшекейлендірейік дейді. Анасына звондайды, бір айналып үйге келем, шыршаны әшекейлендіреміз, қазір бәріміз жиналамыз, менде сондай ой бар, керемет, Мидо екеуміз келеміз деген сияқты, немереңізбен отырасыз дегендей. Сөйтіп ол жоспарға досы жаңағы төбеде айтылып кеткен досы Роджер Родас араласып кететті. Мен мына паршемен бір айналып келейік дейді, өйткені шиналарын қыздыру керек, ондай машиналардың өзінің бір несі бар, формуласы бар ұстайтын, соны кәдімгідей. Сөйтіп Пол қасына отырады, сол машинамен кеттік, бір айналып келсек, бір айналып келейік дейді. Бірақ содан кешегі жаңбыр, көшелер кішкене тайғақ, және сол тайғақ көшеден спорттық машина өтіп бара жатқаннан кейін бір жерінде рөлді ұстай алмай қалады Роджер Родас. Сөйтіп машиналары бірінші столбқа ұрынады, сосын талға ұрынады да, ол екі соққыдан машинадағы екі кісі талып қалады. Олар өзіне келем дегенше өртеніп кетеді машина. Сөйтіп Пол Уокердің жанұясына, бір үйде жиналған жанұясына суық хабар жетеді. 7-ші форсаждағы түсіп үлгермеген сахналарын екі інісі бітіреді де, бүкіл форсаждағы ең есте қалатын сахна Пол Уокермен қоштасу сахнасы болады. Содан бері оның кейіпкері Брайан әйтеуір бір жерде жүр. Анда-санда естелік болып көрсетіледі. 10-шы бөлімге қызы Мидо да түсіп үлгерді. Ал Пол Уокер көпшіліктің жадында әдемі актер болып қалады. Бауырларының жадында нағыз бауыр болып қалады. Ал мен, мысалы, оның жомарт жан екенін осы шығарылымға дайындалып атқанда ғана білдім. Сіздер де біліп жүріңіздер, абай болыңыздар, сау болыңыздар.